Қайдасың? Осындамын. Неге бұл жерде қараңғы және сен сыбырлап сөйлеп тұрсың? Өйткені мен қазір қорқам. Кімнен? Елестер мен жындардан. Кімнен болушы еді? Бауыр, бұл жерде жын да, елес те жоқ. Мен оларды қазір шақырам ғой. Бауыр, қой енді, ол сандыраққа сенбеймін. Ол сандырақ емес. Міне, өзің қара. Жындар мен елестерді шақырам. Менің жаныма келіңдер. Серік, енді не істеймін? Қорқам. Көріп тұрсың ба? Көрдің бе? Бауыр, оны өзің емес пе шақырған? Несіне айқайлайсың? Мен жай ғана сені қорқытқым келген. Досым, саған көмекке келем. Менде зомби бластер бар. Мәс саған, қане Серік, сен нағыз елес аулаушы боласың. Ат, тезірек ат. Мә саған жалмауыз елес. Қайта оқтаймыз. Және тағы да. Қане. Мә саған. Алақай, біз жеңдік. Менде мына зомби бластер болғанына рахмет айт. Балалар, каналымызға жазылыңдар. Сонда қызықтан құр қалмайсыңдар. Бауыр, сиқырды үйде отырып, ешқандай жын мен елессіз ақ жасауға болатынын білесің бе? Мүмкін емес, олай болмайды, мен көргем. Тексереміз бе? Жарайды, маған бір сиқыр көрсетші ендеше. Оп оңай, торнадо туралы не айтасың? Ал торнадо деген не? Бұл сондай құйын, өзі күшті, қуатты. Ол қауіпті емес пе? Біз торнадоны бөтелкенің ішінде шақырамыз, сондықтан да еш қорықпа. Қане, қазір көрейік, торнадоны қалай шақыратыныңды. Су құйылған бөтелкемен жылтырақ аламыз. Түсіндім. Торнадо өзінің жылтырақ ізін қалдырғанын қалайсың ба? Қиялың ұшқыр екен, бауыр. Саған және балаларға торнадо жақсы көріну үшін жылтырақ керек. Қысқасы, сәл ғана шыдай тұр. Жылтырақты бөтелкеге саламыз, қақпағын қатты жабамыз. Сосын торнадоны шақыра бастаймыз. Көрдің бе? Торнадо дегеніміз осы. Тамаша! Нағыз сиқыр! Серік, жаңбыр мен қар шақыратын адамды қалай атайды? Бақсы дейтін шығар. Болды, Серік, сен нағыз бақсы екенсің. Сен торнадо бақсысың. Иә, жарайды. Балалар, біздің каналға тезірек жазылыңдар. Егер сендерге видео ұнаса, лайк басыңдар. Ой,